Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымда оқушылардан сабақ аяғында қалай кері байланыс алуға болады, сол туралы айтатын боламын. Бұл менің өзім оқушыларыма ұнап, үнемі жасап жүрген кері байланыстың бірі, аты конус деп аталады. Сіздерге де пайдасы болар деген үмітпен салып отырмын. Жалпы мұғалім сабақ басталар алдында бөлменің бұрыштарына немесе тақтаға смайликтер жабыстырып қояды. Ол смайликтер мен бақыттымын, маған бәрі түсінікті болды, немесе маған көңілсіз болды, түсінген жоқпын, қиындықтар болды деген сияқты сөйлемдерден тұрады. Сабақ аяғында мұғалім барлық оқушыны тақтаға шығуын талап етеді. Яғни тақтаға шыққан кезде оқушылар сол жаңағы қойылған бұрыштамаға, яғни смайликтердің қасына барады. Қай оқушы қай смайликтердің қасына барады, яғни мұғалімге ол түсінікті, оқушы қалай сабақты меңгергендігі. Міне мына бірінші бұрыштамада смайликтерде оқушылардың көп бөлігі осы жерге барып тұр. Яғни бұл жерде мен барлығын түсіндім, мен бақыттымын деген мағынада оқушылар өзінің сөйлемдері арқылы жеткізіп жатыр. Бірақ кейбір кезде оқушылар болады, сабаққа түсінбеген, кейбір жаттығулардан қиыншылықтар көрген оқушылар, олар өзінің бұрыштамасын таңдайды. Міне мысалға екі оқушы осы жердегі өзінің қиыншылықтарын айтып, мұғалімге жеткізіп тұр. Алдағы уақытта сіздерге де бір пайдасы болар деген үміттемін. Баршаңызға рахмет, сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.